Сәлеметсіздер ме? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгін бізде жаңа бөлім табиғат физикасы, жылу, электрлік, магниттілік, жылыту құрылғысы, электр энергиясының маңызы, магниттің қасиеттері туралы білетін боламыз. Оқулығымыздың 76-77 беттерін ашамыз. Бүгінгі тақырыбымыз жылыту құрылғысы. Бұл тақырыпта біз жылыту құрылғысы деген не екен, жылу, жылыту, құрылғы сөздермен танысамыз. Мына суреттер несімен ұқсас? Ал айырмашылығы неде? Жылыту құрылғысы не үшін қолданылады балалар? Білесіңдер ме? Қай мезгілде қолданады? Адам өмірінде жылудың маңызы зор. Күн суығанда үйде жылыту құрылғысын пайдаланады. Жылыту құрылғылары үйге жылу беретін пеш, радиатор немесе батарея. Суретке қара. Не байқадың? Бұл суреттегі заттардың барлығы несімен ұқсас? Ал айырмашылығы қандай? Дұрыс айтасың. Бұл заттардың барлығынан жылу бөлінеді. Алайда тек бірнешеуі ғана үйді жылытуға арналған. Ал қалғандары тұрмыстық қажеттілікте пайдаланылады. Мына екі үйді салыстыр. Бұл үйлерде қандай жылыту құралдары қолданылады? Дұрыс айтасың. Көп қабатты тұрғын үйлерде орталықтандырылған жылыту. Ал жер үйлерде әр үйдің иесі өз бетімен пеш жағып жылытады екен. Суретші нені шатастырды? Мұқият қарайықшы балалар. Дұрыс. Ал жылыту құралдарын неліктен терезенің астына орналастырады екен? Ойландың ба? Ата-анаңнан сұрап көр. Қызықты мәлімет. Тұрғын үйді жылытуға арналған радиаторда суды қолданады. Себебі оның жылу сыйымдылығы басқа заттармен салыстырғанда көп. Қазақта мақал бар. Үйдің жылы суығын қыс түскенде білерсің деген. Есімізде сақтап жүрейік. Дәптермен жұмыс дәптеріміздің 16-17 бетіндегі тапсырмаларды орындаймыз. Жаратылыстану сабағы аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.